Мал шаруашылығын айтып беретін боламыз. Пайдасы жақсы, қой тез көбейеді. Енді айына стабильно миллион табу үшін 500 бас болса. 500 бас болса жетеді. 500 бас қойың болса. Былай сатқанда қаншаға шығады? Сойып сатсаң қаншаға шығады? Сойып сатсаң ұтасың ғой. Негізі юрист екен өзі. Мағзұм қаншада? Бұл 12-де 6-шы класс оқиды. Толықтай қойдың еті. Мықты жоқ. Сен білетін қошқар қаншаға сатылды? Ең прям 110 мың долларға. Қойшы деген проблема қазіргі заманда. Ішіп кетеді дейсің ғой. Ішіп кетеді. Қойшын да бағасың ғой, короче. Екеуін де бағу керек дейді. Қойшы қойыңды бақса, сен қойшыны бағасың. Мемлекет тарапынан қандай бір көмек алдыңдар? Бір қойыңды тіркейсің. Келесі жылы мысалы бір қойға 1500 теңге. Ал 100 басқа уже 150 мың теңге болады да. 500 қойына уже 500-600 мың теңге алады. Бүгінгі біздің кейіпкер Ардан, ассалаумағалейкум. Бізде бүгін енді толыққанды сіздерге мал шаруашылығын айтып беретін боламыз бүгінгі шығарылымда. Жақсы. Жалпы бізде негізінде қаралым жағынан мал шаруашылығы өте қатты көп қаралымдар жинайды. Неге екенін білмейміз. Көп адамдарға бәлкім қызық шығар. Бізде енді Қазақтан андай ғой, сәл ақша жиналса, айтады, бір мал бастаймын қойдым дейді да. Сондай оймен. Сол енді мал шаруашылығына кіргісі келетін жандар болатын болса, бүгінгі шығарылым дәл сіздерге арналған. Енді бүгінгі біздің кейіпкеріміз толыққанды жылқы шаруашылығы және де қой шаруашылығымен айналысып жатсын. Жақсы. Өзіңнің кәсіптерің туралы айтсаң, шаруашылық туралы. Шаруашылық болса, әкемнен қалған мұра. Әкем екеуміз айналысамыз осымен. Жылқымен 10 жыл болды айналысып жатқанымызға. Ал қой шаруашылығымен 3 жыл болды. Енді бірақ қазақта айтады, малдың санын айтпайды деп айтады ғой, енді басын. Бірақ енді білмеймін, орынды сұрақ па, орынсыз сұрақ па, көрермендер білу үшін қаншалықты бұл кәсіпте масштабта жұмыс жасап жатқанын. Сол үшін айтып өтсең, қанша бас бар жылқыдан? 500 бас қой бар, 100 бас жылқы бар. Сонымен кішігірім таза қанаттар бар. Сол, осы кәсіп. Жалпы шаруашылық осы. Жалпы шаруашылық. Жақсы. Енді бірінші қазір біздің артымызда қой тұр. Қой шаруашылығы туралы айтып өтсең, жалпы қалай айналысу керек, қандай қиындықтары бар, басталғанда қалай басталды? Өзің 2021-де алдың, 500 қойға сол кез толды ғой? 500 бас қой алдым. Сол тұр айтсын. 2021-де Тараз қаласынан барып 500 бас қой алып келдім. Содан 2 жыл болды тудыртып не істеп жатқаныма. Жақсы, шүкір. Қанша айын көбейткенде? Оның көбейткенде 450 бас қоз алдым, 500 бастан. Сосын алдым да күзде, август айында бөліп сатып жібердім қозыларын. Қазір қанша қалды? Қазір 350 бас қалды. 350. Біздің артымызда қазір 170 ма? Бұл жақта 200 бастай бар. 200 бастай. Жақсы. Енді үйде ат көрім бар. Сосын фазендада тағы да 100 бастан 2 қораға бөліп тастадым. Жақсы. Қой шаруашылығы туралы айтып өтсең, жалпы негізінде андай бастайтын адамдар көргеді ғой бізде каналда. Көбісі ойлайды, мал шаруашылығына кіру ойда бар. Содан кейін барып шығарылымды қарап жатыр. Енді ол адамдар бүгінгі шығарылымда мен не ала алам, қандай бір пайдалы ақпараттар ала алам дегенмен қарайды да. Енді осы тұрғыда өзін айналысып жүрген адам ретінде қандай бір кеңес деп айтайықшы. Пайдасы жақсы, қой тез көбейеді. Сатсаң өтеді. Етті бәрі жейді ғой енді любой қазақ халқы. Сендер Алматыға сатасыңдар ма? Жоқ, мен өзім мясной магазиным бар кішкендей. Сояқта, сосын ауылда тірідей алып кетеді. Сосын Ұзынағаштың мал базарына апарып тірідей сатамын. Семікті бақа. Бір апарғанда қанша апарасың? Өзім легковой машинамен прицеппен апарам, 10 бас тиеді. 10 бас. Тоқты 12 бас тиеді. Аптасына қанша рет барасың? Аптасына 1 рет, 2 рет кейбір кезде. Суббота күні басталады мал базар. Суббота күні обедтен кейін барып, сразу өтіп кетсе, сосын қайттан келіп екінші рейспен тағы тұра саламын. Негізі мал шаруашылығында, әсіресе қой шаруашылығында қанша пайда бар деп айтуға болады. Енді біз бизнес каналымыз ғой. Мысалы 500 бас қойың 500 бас қоз туып берсе, ол жұмын болады. Иә. Жоқ, мың болмайды. 500 бас қозың 6 айда былайша айтқанда 15 миллион пайда келеді ғой. 6 айда. Ол кейін сатып жіберген кезде. Сатқан кезде 30 мың теңгеден минимальный санаған кезде. Қаншадан аласың? Қойды мысалы бір қойды 50 мың теңгеге аласың да, оны жарты жыл бағып, жарты жылдан кейін туады ол 6 айда. Иә. Сосын 500 басың 450 бас туған өзінде мысалы 15 миллион, 5 миллион расход болса 10 миллион таза пайда. 10 миллион таза пайда. Және де өзінде қой қалады. Өзінде қой қалады еще. Қозылар расходымен пайдаң. Жақсы. Сен бағана бастаған кезде біз сөйлеспей тұрып айттық қой, аз ақшамен бастауға келмейді деп.
сол туралы айтып өтші. Мысалға бізде каналды көрген адам бастағысы келеді, бірақ оған қанша ақша керек болады? Енді кемінде 10 миллион ақша керек қой. Ол не үшін қажет? 50 мың теңгеден мысалы 200 бас қой алсаң, 200 бас қоймен бастауға болады. 200 бас. Былай тегі 50 бастан да бастай берсе болады, бірақ енді пайдасы көзге көрінбейді, сосын бәрі ой мал қызық емес деп не істейді да негізі. 6 ай бағу қаншақты қиын, қанша адам жұмыс жасау керек болады? Бір адам жетеді. Бір адам, бір малшы болса болды. Бір малшы болса болды ғой. Айына 200 мың теңге айлығы. 6 айға ол 1 миллион 200 болады. Миллион 200, сол бағана 5 миллион ішіне кіреді ғой, енді кіреді, жем шөбі бар, бағаты бар. Жем шөпті қақтан аласың? Витаминдарың бар. Өзіміздің ауылда сатады ғой. Қатарда сата ма? Алматыдан әкелмейсің ба? Жоқ. Жақсы. Міне мына жақта Красногор, Краснооктябрь деген ауылдар бар. Сол жақтан жемде шөпте шығады. Енді айтып өтсең, қаншалықты қиын, қандай бір нюанстар бар, қандай бір проблемалар шықпауы мүмкін? Проблемалар шыққанда вовремя емдеп, кубкасына түсіріп, уколдарын салып, отсаң, вакциналарын салып. Ондай аса қатты қиындығы жоқ негізі. Бірақ қойшы деген проблема қазіргі заманда. Ішіп кетеді дейсің ғой? Ішіп кетеді, қойшын да бағасың ғой, короче. Екеуін де бағу керек дейді. Қойыңды бақса, сен қойшыны бағасың ғой, короче. 200 мың теңге аз ба негізі? Ауылдық жерге жақсы емес па? Жақсы болғанда енді. Жұмысы көп па просто? Иә, қойдың артынан жүресің ғой. Не, график қалай оларда? График 24/7 ғой. Қойш? Азанда кетіп, алтыда әкеп сатып болғанда емес па? Жоқ. Фазендада жазады ғой, мысалы бұлар ауылдық жерлер тұрмайды ғой. Қашарда жазда жайлауға кетесің. Бір будканы аласың да. Күннің астында дейсің ғой. Жақсы, ал вакцина жағына қалай? Құрметті достар, мал шаруашылығына арналған видеомыз сіздерге ұнап жатыр деген ойдамыз. Қазір біз тағы да бір бизнесті түсіруге келдік мына жаққа. Енді сіздерге не айтамын? Жалпы бизнес таңдау арнасы аптасына 3 күн бизнестерге разбор жасап шығарамыз. Және де біз өзімізге серіктестер іздеп жатырмыз. Серіктес болудың бағасы бар жоғы 50 мың теңге. Ол жерге сіз 1 жыл бойы бізбен серіктес бола аласыз. Және де 1 жыл бойы сіздерге тегін бизнестер беретін боламыз. Офлайн кездесулер, зум сабақтар, қысқасы өте жақсы ұсыныс. Енді рекламаның уақыты қысқа болғаннан кейін толық ақпаратты мына жерде номер қалдырамыз. Соған звондаңыздар, толық түсіндіріп беретін болады. Керемет, 1 жыл бойы сіздермен бірге жұмыс жасайтын боламыз. Сол, ары қарай шығарылымды көре беріңіздер. Сәттілік. Айына қанша рет салу керек? Жылына қанша рет салу керек? Айына емес, жылына бір вакцина. Өз аурулар шыққанда ветврачтар келіп өздері айтады, осындай вакцина салайық деп. Тегін ба ол? Иә. Ауылдың ветврачтары, ал витамин нелерді өзің атынан саласың ғой. Бағалар қалай жатыр қазір? Мысалы енді тоқтың бағасы қазір 40 мың теңге. Ол мысалы апрельде туылған қозылар 40 мың теңге. Февральда туылған қозылар мысалы тоқты болып кетті де, олар 6 айдан кейін тоқты болып айтылады уже. Олардың бағасы 50 мың теңге жақсылары болса мысалы. Бұл жақта тек қана қазақы қойда менде Мирнос деген қойлар бар, оларға баға жоқ енді. 20 мың теңге, 25 мың теңге, 30 мың теңге, 50 мың теңге. Қанша сұрайды соны бере береді дейсіз? Иә. Бұл жақта қазақы қойлар жақсы, гисарский қошқар қоссаң, пайдасы жақсы, қозылары да жақсы түсіреді мысалы. Қазір көрсетем. Ана үйден былтырғы қозыны, биылғы тоқтыны мысалы. Былтырғы сек дейді ғой қазір. 1 жастан асып кеткен, 1,5 жаста ғой. Иә. Соларды қазір көрсетем ауылға барып. Мысалы, былтыр мен еркектерін алып қалғам кішкене. Соның қазір көрсетем, мысалы, оның бағасы 60-65 мың теңге кемінде. Негізі айына бір стабильно 1 миллион тауға болады ғой, ол үшін қанша бір бас болу керек сенде? Енді айына стабильно миллион табу үшін 500 бас болса. 500 бас болса жетеді. 500 бас қойың болса, айына миллион теңге тапсырып. Сендер айына тауып отырасыңдар ма? Или бір жылдың бір уақытында? Жоқ, айына емес. Айына табуға болады. Ай сайын бір тоқты сатып отырасың. 20 тоқты сату керексің, 30 тоқты сату керексің, например. Енді сен жылқымен де айналысасың ғой, екеуінің айырмашылығы қандай? Мысалы, көбісі таңдауға салады ғой. Жылқыны артынан өйтіп жүрмейсің. Барасын түгендеп қоясың, GPS-пен, как положено, телефоннан қарап отырасың. Теріге саласыңдар ма? Иә. Теріге емес, мойынға ошейник сияқты салып қоясың. Телефоннан қарап отыра бересің. Сендер андай заманауи кетіп қалмаңдар ма, дронмен қарап деген? Жоқ, ондай дамымады әлі. 6 айдан кейін тоқты болады ғой уже. Сол кезде сойған кезде
20-25 ортасы. Кейбіреулер 30-ға шейін кетіп қалады. Жақсы қошқар қосқанға қарай да. Мысалы ана қошқарларға хит болып кетті, 110 мың долларға сатып елдер. Ол бекерден бекер өйтіп сатылып жатқан жоқ та. Селекция деп айтылады да ол. Мысалы сондай 100 басқа, мысалы бір қошқар қосасың, мысалы. Менде 500 баспа, мысалы аламда 7-8-10 қошқар қосып тастайсың. Ит тұқымы күшті болады. Ит тұқымы күшті болады. Ол қошқарларың жоқ дегенде 300 мың теңге, 220 мың теңгеден аласың. Сенде қанша қошқар бар онда? Мен 7 қошқарға шейін қостым ғой. 7? Олардың бағалары қымбат па? 200 мың теңгеден. Афганский дейді, неше түрлісі бар. Қошқардың өзіңе ұнағанын аласың да. Сен білетін қошқар қаншаға сатылды? Ең прям 110 мың долларға. Ана біздің Қордайдың ар жағында бір неде. 110 мың доллар дегеніміз бұл қанша? 40 миллион ба? Солай ше, 110 мың доллар деді ғой. Бір 50 миллиондай ғой. Двухкомнатный квартира ғой Алматының центрынан, короче. Бір қошқар. Бір қошқардың бағасы 50 миллион екен. Мысалы, таза гисар қой асырайтындар бар. Олардың қойларының өзі 200-250 мың теңге тұрады. Малдан оға. Ол қайда ол? Қайда? Хозяйстволарда. Хозяйстволарда. Мен мына Қопа деген жерде бар, мысалы. 100 мың теңгеден ба, 150 мың теңгеден ба сатады қойларын. Ол неге қарайды сонда адамдар алатын кезде? Порода ғой. Пародаға, иә. Ол еті дәмді бола ма, салмақ ауыр бола ма? Жоқ, салмақ қой. Салмақ сосын товарный вид десе бола ма, қалай етсе болады. 100 мыңдықта мысалы енді, мынау қазақы қойлар ғой, көрдің ба, құйрықтар қатты үлкен емес. Ал гисарский породаларда ол құйрықты болады келеді өздері. Ал мысалы афганский болады, неше түрлі породасы бар да оның. Салмағы средний қанша шығады оларда? Саулықтар мысалы 40 килограмм, 50 килограммға шейін береді ғой. 45 килограмм саулық қойлар. Сендерден оптовиктер келіп алмай ма ет сататындар? Алтын Орда, мысалы Алматыдағы. Айтады бізге алып келіңіз, біз соямыз. 1800 теңгеден 1900 теңгеден аламыз деп. Бізде мына жақта мясной магазин бар өзімде. Ауылда өзім клиенттерім бар. 2400 теңгеден, 2500 теңгеден сөйтіп бере береміз. Осы қой шаруашылығы, жалпы мал шаруашылығы арқылы бір жеткен не бар ма материалдық? Үй салдым, машина алдым, сөйттім. Иә, шүкір, машинен мініп жатырмыз. Қанша машина бар? Ана біреу, бір джип бар, бір пассат бар. Ақ джип бар, екі джип, бір пассат бар ма? Ауди бар. Ауди бар, содан кейін үйден үлкен үй салып жатсыңдар ма? Үлкен үй салып жатыр, 2 этаж. 2 этаж. Жақсы. Шетелге бірдеңкеге шыққан бір кездер болды ма? Енді мен шыққаным болмады, біз былай Қырғызстанға барып келеміз, Иссыккөлге. Былай Алматыда жүріс тұрысыңа жетеді енді. Ақша болса тек көбейте бересіңдер ғой малды. Енді керек жарақтымызға да жаратамыз негізі. Мысалы әке-шешем, інім бәрі бар. Түркістан қыдырып келді мысалы. Түркістан деп қойшы, Ташкентке. Үйде ішіп жейтін бәрі осы не ма? Қазақи қолдан жасалғандар ма? Иә, өзім бие сауам, саумалмен алсам, қымыз. Ол сезонда да көктемде бие туады. Сосын бір айдан кейін, 2 айдан кейін алып келеміз биелерді. Сауыммен. Міне мысалы мынау бағанағы қойлардың қозылары. 1,5 ай болды ма оларға? Аткормға кіргізгеніме 1,5 ай болды. Мысалы мынау тұрған мына қара 20 килограмм береді, 22 килограмм беретін шығар. Бұларды мен көрсем қайсысын? Кәдімгідей үлкен болып қапты. Қанша береді дедің? 20-22 килограмм береді ғой. 1,5 айда уже. Былай тірідей бағасы 45 мың теңге. Мысалы ауыл жерде тұрғаннан кейін біз мысалы елдер келеді, тоқты керек ет, қой керек ет деп. Гемолайф өнімі арқылы простатиттен 7 мыңнан астам адам емделген. Егер сізде простата аденома проблемалары болатын болса, осы Гемолайф өнімі арқылы емделуіңізге әбден болады. Алғашқы 10 күнде жақсы нәтижесін береді. Өнім жайлы тегін консультация алғыңыз келсе, төмендегі менеджер нөміріне хабарласыңыз. Өстіп келеді да қораға таңдап алады 45 мың теңгеден мысалы. Мына үлкен қойларды мысалы 60-65 мың теңгеден таңдап алады. Розницаға сатқаннан кейін. Солар аналармен бірікпей ма? Басқа қойлармен? Жоқ, бір аткорм бұл. Ол жақта тұрады қорада стоякта. Сөйтіп семіргеннен сатамыз өстіп. Ана қойлар? Ол қойлар өріске жайылып келеді. Кешке қарай келіп бір мезгіл жем жейді. Олар да готовый тұрады да уже семіз болып.
налар чисто сатқанға ғой негізі. Бұлар да чисто сатқанға. уже. Бұлар біткен кезде аналардың аласында 20-сына кеп кіргізіп аласың, олар бір айда дайын болады уже. Жемнің килосын 100 теңгеден алдым, мысалы бидайды. Арпа 90 теңгеден. Чөп жоңашқа алатын болсаң 1500 теңге. Бізде жоңашқа ешкім екпейді. Біз мына мерке жақтан алдырамыз, жоңашқаны чуу мерке жақтан. Қаншадан? 1500 теңгеден. 1500. Бір алғанда қаншаға аласыңдар негізі? Жылына бір рет аласыңдар ма? Жылына бір рет аламыз, бірақ енді бір алғанда көп аламыз ғой. Шамамен среднем. Енді мысалы ақшамен 500 бас қойға 3000-тік жоңашқа не аламыз ғой, жай шөп. 500 теңгеден, 600 теңгеден. Ат корымдарға жоңашқа береміз 1500 теңгеден. Ол где-то бір жылына бір 600-тік жоңашқа түсіреміз ғой. Ол суммамен қанша болады? Енді 600-тігін қанша болады? 1500 теңгеден. 1500 теңгеден 6 ғой, это 8000-дай болады ма? 9000-дай болады. 900 теңге болған получается. 900 теңге ма? 900 теңге болды. Міне мынау бағана айта кеткендей 1,5 жасар сек, былтырғы 30 теңгелік қозы ғой былайша айтқанда. Биыл мысалы кемінде бағасы 60-65 теңге. Сек. Бұл 1,5 жылда. 1,5 жасар. 1,5 жасар. 1,5-ға толды ғой былайша айтқанда. Сек деп айтылады. Қашан сатайын осындар? Бұны енді бағасы келсе, андай клиент келсе, мысалы сатуға дайын уже. Семіріп бәрі дайын тұр. Мына жалпына қойды, жылқыны бордақылап атқан мына өзім туған інім, Мағзұм, өзім досым, әрі бауырым, Айдос, осы екеуі, осы мал шаруашылығына қарайды. Мағзұм қаншада? Бұл 12-де 6-шы класс оқиды. 12 жасар бала. Иә, өзін сол Алматыда оқыған, соны бері қарай уже шақырып. Қанша болды келгенде? 1 жыл болды. 1 жыл? 1 жылда өзін үйрендің ба? 5-ші классқа шейін Алматыда. Оңай ма? Оңай ма мал шаруашылығы? Молодец. Жас кәсіпкер ғой. Иә, осылар қарайды малға. Жемінде, чөбінде, су қаратында осылар бәрін. Міне, мыналар ат корымда тұрған қойлар. Бұлар Құдай бұйыртса бір айдың ішінде дайын болады уже бәрі. Бұл жақта 150 бас. 150 бас. Негізі тұрған кезде қалай тұрады? Әне, жейтін кормушкалары. Кезек-кезек жей ма? Жоқ, кезек-кезек емес. Бәрі бір потокпен жейді ғой. Кезек-кезек деген әңгіме жоқ бұларда. Олар кезек-кезек болса, біріншісі до конца тоймаса, жарылып кетеді да. Сол үшін бәрі еркін тұру керек та. Міне мынау жем дробить ететін аппаратымыз. Дробилка. Ұзынағаш мал базарынан аламын 80 теңгеге. Жемді осы арқылы дробить етіп береміз қойларға. Мынау кормушкалар. Алдыңызда тұрған. Суда? Су беру жүйесі қалай? Су осының ішіне шлангпен как положено. Мына жылқы бүгін сойлады мысалы. 3 ай байладық ат корымда. Қанша сатайын осындар? Килосын 2800 теңгеден жіліктеп. Алатын клиенттер бар ма уже? Иә, записпен ғой. Записпен. 12 жілік толғанда аламыз да соямыз өстіп. Аптасына қанша соясыңдар? Аптасына болғанда енді әр кез әрқалай может біреу келеді де 1 жылқы аламын дейді да. Сойып бөлшеп бере саламыз әйлерге. Бірақ андай коллективный келетіндер де бар, иә? Иә, мысалы бір школдың мұғалімдері келеді, мысалы 12 адам келеді, 12 жілік аламыз дейді. Алып, сойып, 12 жілікке бөліп береміз. Бұлай сатқанда қаншаға шығады, сойып сатсаң қаншаға шығады? Сойып сатсаң ұтасың ғой. Ұтасың ба? Қанша ұтасың? Қанша ұтқанда, мысалы, мынау бір 650-700 теңге болады ғой. Ал бұлай тірідей, мысалы, мынау 600 теңге көтеді. Бір 50-60-100 теңге ұтасың ғой жоқ дегенде. Сойып сатсаң, мысалы, енді. Оның тоже несі бар да? 20 теңге қасапшыға бересің. Ал негізі өзіміз соя береміз біз бағанағы досым екеуміз. Ауыл жер болғаннан кейін оның бәрін білеміз. Ресестеріп қойдық. Ат корымға кірген жылқылар. Бұл жақта үшеуі бар, Иә, үшеуі бар. Одан бөлек қанша жылқы бар? Бұдан бөлек фазендада 100 бас жылқы бар. 100 бас. Бие қанша? Бие 70 бие бар. Сол жақта ма? Сол жақта. Мыналар бордақыланып жатыр ма? Бұлар иә бордақыланып жатыр, бұлар уже ат корымға кіргендер. Декабрьда дайын болады, Құдай бұйыртса. Декабрьде? Декабрьдің аяғына қарай. Негізі сезон деген нәрсе бар ма? Мысалы, айларда, қай айда? Жаңа жылда бір ет жеп жатады ғой үйде. Жаңа жылда. Жаңа жыл. Қазір күн суық басталды, сразу ет. Алдыңғы жыл қанша таптыңдар жаңа жылда?
Оны шын айтқанда санамаймыз оны. Санамайсыңдар. Ақша түседі, кетеді, түседі, кетеді. Наоборот қой. Негізі байлықтың бәрі мал шаруашылығында дейді ғой. Иә, мал шаруашылығында. Негізі юрист екен өзі. Біз Казгуде бірге оқығанбыз. Енді бірге дегенде мен журналистикада оқыған, бұл жігіт юрфакта оқыған екен. Сондықтан былай айтқанда жоғары білімі бар азамат келіп мал шаруашылығын ары қарай дамытып, атадан бала қалған мирас қой. Сөйтіп айтайық. Жақсы. Айтпақшы, анау бизнес артында тұрған самомойка осы жігіттікі. Бұдан бөлек тағы бір точка бар, иә? Самомойка. Неге самомойканы таңдадың бизнес ретінде? Енді қазіргі заманда мысалы андай мойкаға қарағанда лучше елдер өзінің мәшинесін өзі жуған қолайлы болады деп 2020 жылы аштым на мойканы. Қанша ақша кетті? Такс. Жердің өзін 5 миллион 500 мың алдым. Мойка тұрған жердің өзін. Қалған нелерге бір 13-14 миллион кетті. Не ма? Қанша машиналар проходимость қалай негізі мына жақта? Мынау артымызда тұрған военный часть. Гвардейский. Гвардейский. Гарнизон ғой? Гвардейский үлкен. Қазақстан бойынша ең үлкен гарнизон. Атардағы армияға кеттім деген жер осы. Былай қарағанда негізі табиғаты әсем, күшті жерге келеді екен атарға келгендер. Негізінде ана 98 жылғы бала ғой негізі. Менен бір жас кіші екен де. Мына үй салып жатыр екен осы мал шаруашылығымен. 2 этаж, қателеспесем, үлкен, өте артында. Біздің қазір үйін кіргізе ма білмеймін. Жалпы сіздерге айтып отқам ғой. Үйі деген осы. Үлкен үй салып жатыр. 2 бизнесі бар, 3 машинасы бар. Жалпы мал шаруашылығындағы табыс осы. Өзі айтып отыр ғой, 5-6 миллион айналады, бірақ көзге көрінбейді деп. Бірақ бұл енді обороттары үлкен болғанымен көп малға салады, айналымға көп салады. Бізде енді Алматыда кәсіпкерлер басқаша. Мысалы 1 миллион теңге тапса, сразу қыдырып тастайды, киім алып тастайды, Gucci, Louis Vuitton, сондайларды алып тастап, тез-тез көзге түскісі келеді. Ал мал шаруашылығымен немен айналысып жатқан адамдар, олар енді басқаша ойлайды ғой, короче. Көрермендер, ең байлықты көрсететін кез келді. Міне мынау қазылар мысалы, жылқының. Сүрленіп, кептіріліп, бәрі дайын тұрған. Клиенттерге сатымға дайын. Иісі деген енді зор болып тұр. Мына жақта қойдың еті. Мына холодильникте. Толықтай қойдың еті. Мына жақта жоқ. Бұл енді шағын дүкен бұл негізі. Қанша бұл? 20 квадрат шатын шығар? Иә, бір контейнер ғой. Мына жақта контейнер. Сиырдың еті мына, мынау қойдың еті. Жылқыны қазір соямыз енді. Жылқының еті бітіп қалды өкініш көрейік. Енді саласыңдар, е? Енді саламыз. Уже турап, дайындалып. Килограмм өлшектен қайда тұрсыңдар? Ана жоғарғы тұрған. Енді әрқайсына тоқталып, килограммын қаншадан сатып жатсыңдар? Так. Егер алматылықтар арзан болады шығар негізі Алматыдан, не? Иә, Алматыдан арзан, өзім таксиге неге сап жерім. Таза ауылдың еті. Кімнің номерін қалдырамыз? Менің? Номер қалдырдық, есе ет керек болатын болса, бізден енді бір шағын реклама болсын. Қажет болып жатса, алда жаңа жыл келе жатыр, ет, бордақыланған жылқы еті, сиыр еті, қой еті, қазы, иісі деген мұрын жарып тұр. Сол қажет болатын болса, звондаңыздар. Доставка бар ма Алматыға? Доставка бар. Доставка бар, бөлек төленеді. Все, жақсы. Егер көбірек алам десеңіздер, негізі осылай шықсаңыздар бар. Жақсы, килограммына тоқталып өтіп, салыстырып көрсін өздері. Жылқының еті килограмм 2800 теңгеден. Жіліктеп те, былай да мякиттарын таңдап алса болады мысалы. 2800-ден жылқы еті. 2800-ден жылқы еті. Сиыр еті 2400 теңгеден. 2400 теңгеден сиыр еті. Біз мына жаққа жазып қоямыз. Мякиттарына қарай 2400, 2500, 3000-ға шейін ғой мякиттарына қарай. Таза сан еттер болатын болса, мысалы 3000 теңгеден болады. Оны клиенттің таңдағанына байланысты. Мысалы, маған сан ет керек, бір сан керек дейді, например. Оны аламыз 2700, 2600 қалай келіскеніне қарай да. Бұл андай тегі көбірек алып жатса, супермаркет емес қой. Иә, көбірек алып жатса не істеп сүрсе болады. Жақсы. Қой еті? Қой еті енді 2300 теңгеден тушамен алатын болса, ал қол сан 2400, 2450 сондай болады да. Не? Қазы 4-4,5 теңге арасы. 4-4,5 теңге. Бұл шұжық емес, таза қазы. Шұжықтар бар 3000 ба 3500 теңге тұрады. Қандай бас тарту ақымақтық бір ұсыныс дейді ғой. Негізінде бізде Алматыда қандай проблема? Көбісі айтады, ет нашарлау болды. Білмеймін енді, мен қатты бір ет. Оның естуім бойынша енді
білмеймін, бәрі қазір уколға не істеп кеткен ғой уже. Уколмен семіріп. Енді өз қойларым мен жылқыларымды бір мақтап кетсе, қалай не істейсіңдер? Мақтағанда енді қандай бір кепілдік бере аласыңдар дәмі жағынан? Кепілдік болғанда біз ауылды жерде тұрғаннан кейін, кішігірім ауыл аха. Өйткені мысалы біз өзіміздің клиенттерге жұмыс істейміз да. Бұл жақта мен ғана емес, мал шаруашылығымен айналысатын екінің бірі қойды бордақылап не істейді да. Сол үшін біз клиент жоғалтпас үшін. Конкуренция көп дейсің ғой. Конкуренция көп. Өзіміз клиент жоғалтпас үшін качественный жас малды сойып, өзіміз табиғи немен, жем-шөппен дәрісіз ештеңкесіз. Ненің бағасын айта аласың ба? Жылқы бізде соғым келе жатыр ғой. Ертең мысалға олар бірігіп отбасы болып соятындар. Мысалы бір отбасын алатын болса, килограммдап алатын болса, мысалы тушамен бір жылқы маған килограммдап бер десе, мысалы мен оған 2,5 теңгеден бере аламын. Сойып өзім килограмм өлшеймін де 2,5 теңгеден бере жүремін алатын адам болса. Тіріде алам десе, мысалы оны келісесің де, тоже 600 мың, 700 мың, 550 мыңға мысалы болады. 500 мың теңгеге полторашкалар болады мысалы. Не қойды мысалы тоже солай. Бағана айтып кеткендей, 2300 теңгеден тушамен алатын болса, мысалы тірі қой керек десе, мысалы 60 мың теңге болады семіз қойларым. 55 мың теңге болады, тоқтылар 40 мың теңге болады. Доставка қаншаға шығады Алматыға болса? 1000 теңге, 2000 теңге. 1000 теңге, 2000 теңге, иә. Попуткаға салып жүресіңдер ғой. Попутка емес, кәдімгі таксистер бар. Мен өзімде 2 күннің бірінде қатынап тұрмын Алматыға. Клиенттерім бар да Алматыда. Жұмыстармен барған кезде. Олар қайдан күтіп алады? Или үйіне апара ма? Үйіне апарып берсем каждый. Күшті. Жақсы, енді номер қалдырдық. Хабарласыңыздар. Енді ең бастысы қазақ өзіміздің ағайындар айналысып жатыр. Бір-бірімізді қолдап, осылай кәсібінің өркендеуіне атсалысайық. Енді соңғы сұрақ айтпақшы. Мемлекет тарапынан қандай бір көмек алдыңдар? Егер алу ойда бар, немесе қандай бір көмектерді естідіңдер мемлекет тарапынан? Субсидия береді ғой. Қанша береді? Қанша пайызбен береді? Енді кредит береді негізі. 7%-пен, 6%-пен, қазір 2,5% дегендер шығып кетті ғой. Оларды алып көрген жоқпын мен. Абылай қайтарымсыз ақша ше? Қайтарымсыз ақша алып көрмедім. Ол үшін 1 жыл жұмыс істемеу керексің, мынау короче, проблемасы көп тұғын. Жақсы. Мен жалпы мал шаруашылығымен мемлекет көмектеседі деген мен естігенмін. Және де шынымен де сондай деп ойлаймын. Егер жалпы мал шаруашылығына айналысатын болса. Мысалы, бір қойын тіркейсің, келесі жылы мысалы бір қойға 1500 теңге өкімет беріп тұрады. Жылына бір рет 1500 теңге бір қойға береді. Мысалы ол қазір бір қой 1500 теңге болады да, ал 100 басқа уже 150 мың теңге болады да. 500 қойына уже 500-600 мың теңге алады. Шағында аяқтаймыз. Лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, кәсіппен айналысқысы келетін жандарға жіберіп қойыңыздар. Рахмет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.